Сонымен авторлы бағдарлама ұғымына екі негізгі анықтама беруге болады. Біріншіден, бұл педагогтың ұзақ мерзімді интеллектуалды қызметінің нәтижесі. Яғни бұған дейінгі жинаған тәжірибесінің арқасында ойлап тапқан пәннің оқу бағдарламасы. Екіншіден, бұл белгілі бір педагогикалық проблеманы шешуге бағытталған жаңа әдістеме немесе технология. Әзірлеу әдісі бойынша авторлы бағдарлама 3 деңгейден тұрады: бейімделген, комбинаторлық, радикалдық. Алғашқысы бұрыннан бар әзірлемені бейімдеуге байланысты болса, ал екіншісі танымал әдістемелер мен бағдарламалардың жаңа комбинациясының арқасында құрылатын жаңа технология. Ал үшіншісі пән мазмұнын түбегейлі жаңартуды көздейді. Жаңашылдық деңгейі бойынша бағдарлама 3 түрде бөлінеді. Біріншісінде мұғалім бұрыннан бар әдістемені технологияның өзінің мектебі мен сыныбына бейімдейді. Бұл жеңіл деңгейдегі авторлық бағдарлама. Екінші, педагогикалық өнертабыс деңгейінде педагог бұрынғы бірнеше бағдарламаны жинақтап, қайта құрастырып, жаңа бағдарлама жасап шығарады. Үшінші деңгейде мұғалім мүлде жаңа бағдарламаны ұсынады. Яғни, бұған дейін педагогикалық тәжірибеде болмаған тың дүниені ұсынады.